Бейнеролик Brixbet компаниясының қолдауымен түсірілген жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер, оперативті қызмет және әрине жандос промокодымен 100% бонустар сіздерді төмендегі сілтемеде күтеді. Біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. Brixbet сілтемесі төменде. Ассалаумағалейкум, футбол сүйерқом. Сіздермен әрдайым футбол әлем арнасы және демен Жандос Аблайхан. Баршамыз сүйіп бақылайтын футболдың да көптеген басқа спорт түрлері сияқты шығу тарихы, өткені және хронологиялық даму кезеңдері болады. Футбол түсінген адамға тек доппен ойнайтын қарапайым ойын емес, футбол әр халықтарды біріктіріп, планетамыздағы ең кең таралған құбылысқа айналып, тіпті соғыстың себепкері болды. Бүгін футбол әлемі жер бетіндегі нөмірі 1 спорт түрінің тарихын назарларыңызға ұсынбақ. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Біздің дәуірімізге дейін 3000 жыл бұрын аяқпен теуіп ойнайтын алғашқы командалық ойын пайда болды. Доптың рөлін күнді бейнелеген қарапайым дөңгелек тас орындады. Ойынға 2 команда қатысып, жеңілген команданың капитандарын өлім жазасы күтетін. Сондықтан егер сіз футбол қазір өте жойқын аяусыз спорт түрі деп есептесеңіз, қатты қателесесіз. Бұрын барлығы өте қиындау болды. Біздің дәуірімізге дейін 2000 жыл бұрын ежелгі Грецияда доппен ойнайтын эпискирос атты кезекті ойын пайда болды. Ойынға кез келген жастағы еркектер мен әйелдер қатысатын. Эпискирос көп жерде регбиге ұқсағанмен қарапайым футболмен де ұқсастығы өте көп. Футболдан айырмашылығы эпискиросты формалар болмағандықтан барлығы тыржалаңаш ойнайтын. Біздің дәуіріміздің 1-ші ғасырында ежелгі Рим империясында гарпастум атты футболға ұқсайтын ойын пайда болды. Осы ойынның көмегімен римдік жауынгерлер өздерінің ептіліктері мен шапшаңдылықтарын дамытады. Доптың қызметі ретінде римдіктер жануарлардың қуықтарын пайдаланып терімен қаптайтын. Дәуіріміздің 2-ші ғасырында ежелгі Қытайда цюцзю атты ойын пайда болды. Ойынға бірден бірнеше команда қатысып, 6 қақпаға гол соғып ойнайтын. Сол сәттерден бастап ойынға қатысқандар жеткен жетістіктеріне байланысты сыйлыққа қала бастады. 2004 жылы FIFA ресми түрде цюцзю заманауи футболдың атасы деп таныстырды. 644 жылы цюцзю Жапонияға кіріп, жапондықтар ойынның ережесіне үлкен өзгерістер енгізеді. Ойынның ережесі допты жерге тигізбеу, қысқасы біздегі 21 немесе орысша айтқанда чиканка сияқты. Ойынға қатысушылар барлығы спорттық формалар емес, ұлттық киімдерді киіп шығады. Кімге қалай естілсе де, жапондықтар әлі күнге дейін айтулы күндері бұл ойынды елеусіз қалдырмайды. 7-ші ғасырда ежелгі Грециядан футбол Британияға келіп жетеді. Бұл жерде футболды ішіп пысқандардың барлығы ойнап, мерекелі күндері турнирлер өтетін. Британдық футболда адам саны өлшеусіз және ойнау тәртібі жойқындығымен ерекшеленеді. 1389 жылға қарай Англияда футболдың жер жарғаны соншама, 2-ші Ричард футболды ойнау уақытына тәртіп енгізеді. Тәртіпке бағынбағандарды ауыр жаза күтетін. Алайда бұл футболдың дамуына ешқандай кедергі туғыза алмады. 16-шы ғасырда Италияда флорентициялық кальчо атты өзіндік футбол пайда болды. Оны тек қарапайым адамдар ғана емес, бай әулеті мұрагерлері де, тіпті Папа Римский 11-ші Лев және 8-ші Урбан патшалары ойнады. 1855 жылы Гудьер компаниясы былғардан жасалған алғашқы допты ұсынды. 7 жыл өте Ричард Линдон допқа арналған камера резеңкесін жасап шығарды. 1863 жыл ресми түрде заманауи футболдың туған жылы болып есептеледі. Сол жылы алғашқы футбол федерациясы пайда болып, допты қолмен мүлде ұстамау сияқты ережелер бекітіледі. 1872 жылы футболдың тарихындағы алғашқы ресми матч ойнатылады. Ойынға Шотландия мен Англия құрамалары қатысады. Бұл ойынды тамашалауға 4000-нан астам халық жиналады. Футболдың тарихындағы ең алғашқы ойын болса да, командалар нөлдік есеппен тең тарқасады.
1893 жылы футбол тарихындағы алғашқы трансфер орын алады. Астон Вилла Вест Бромвичтен Вилли Брусты небәрі 100 фунтқа сатып алады. Өте арзан баға десе де, бұл осындай болашақтың тек бастамасы болатын. 1930 жылы Уругвайда алғашқы әлем чемпионаты өтеді. Осы себепті Монтевидео қаласында 90 мың адам сыйғызатын Центенарио алаңы салынады. Турнирдің барлық 18 ойынын есептегенде, дәл осы мундиалды көруге 500 миллионнан астам жанкүйер келгендіктен, дәл осы жылғы чемпионат халық жинау жағынан әлі бірінші орында тұр. Сол жылдан бері әлем чемпионаты 4 жыл сайын өтеді. Тек екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында ғана әлемдік спорт пауза қойғаны ешкімге бейхабар емес. 1950 жылы Уругвай мен Бразилия арасындағы тарихи кездесу өтті. Бұл ойынды көруге 199.854 адам келгендіктен Гиннестің рекордтар кітабына енді. 1969 жылы футболдағы жеңіліс түрткі болған алғашқы соғыс орын алды. Гондурас өз алаңында Сальвадор құрамасынан 2-3 есебімен жеңіліс тауып, 7 күн бойы мемлекеттер арасында соғыс жүрді. Алайда осы 7 күнде 3000 адам қаза тапты. 2002 жылы Мадагаскарда футболдағы ең ірі жеңіс бекітілді. Бұл ойын 149-да 0 есебімен аяқталды. Гол әрбір 30 секунд сайын соғылды. Ресми емес сыбыстарға сүйенсек, басшылыққа ерегескен футболшылар өз қақпаларына голды кезек-кезек соға бастады. 2017 жылы футболдағы әзірге ең қымбат трансфер орын алды. Француздық PSG каталондық Барселонаға рекордтық 222 миллион төлеп, Неймарды ең қымбат футболшы қылды. 2019 жылы Қазақстан ұлттық құрамасы 5 жыл бойы тұрған FIFA рейтингіндегі 117 орнынан 114 орынға көтерілді. Ал УЕФАда тіптен артта Уэльс, Венгрия, Польша сияқты елдерді қалдырып 24 орынға жайғасты. Бұл жағдайлар еліміздің футболы аздаған болсын десе де прогресті көріп келе жатқанының үлкен дәлелі. Ал футболдың тарихы бұнымен аяқталмайды. Себебі бізді әлі алда қызықты да фантастикаға толы матчтар күтуде. Ал сіз қай клубқа жанкүйерсіз? Нұсқауларыңызды комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.